Құрметті білім алушылар, бүгінгі тау жыныс массив күйін басқару пәнінен кезекті дәріс. Дәрістің тақырыбы тау жыныстары сілемін химиялық құраммен бекіндіру. Кіріспе. Бұл презентацияда тау жыныстарының химиялық әдістерімен нығайтудың маңыздылығын, қолданылатын технология мен артықшылықтарын қарастырамыз. Бекітудің қажеттілігі мен маңыздылығы. Тау жыныстарының бекіту, тау-кен өндірісі, құрылыс және жер асты жұмыстарында қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз етудің шешуші факторы. Бұл әдіс құрылымдық тұтастықты арттырып, авариялық жағдайлардың алдын алады. Бірінші, қауіпсіздікті арттыру, жұмысшылар мен инфрақұрылымды қорғау. Екінші, тұрақтылықты қамтамасыз ету, тау жыныстарының опырылуына жол бермеу. Үшінші, инженерлік шешімдер, қауіпті аймақтарда құрылыс жүргізу мүмкіндігі. Химиялық бекіту әдістеріне шолу. Тау жыныстарының химиялық бекіту әдістері әртүрлі реагенттер мен технологияларға негізделеді. Бұл әдістер жыныстардың физикалық және механикалық қасиеттерін жақсартуға бағытталған. Инъекциялық бекіту, сұйық құймалақ қоспаларды жарықтарға енгізу. Беттік өңдеу, жыныс бетіне арнайы ерітінділер жағу арқылы нығайту. Цементтеу, цемент негізінде қоспалармен толтыру. Негізгі химиялық реагенттер және олардың қасиеттері. Химиялық бекітуде қолданылатын реагенттер жыныс түріне және бекіту мақсатына қарай таңдалады. Олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар. Полиуретан смолалары жылдам қатайып, сумен әрекеттесетін берік және икемді материал. Силикатты ерітінділер жарықтар мен кеуектерді толтыратын арзан және тиімді материал. Бекіту процесінің технологиялық кезеңдері. Бекіту процесі мұқият жоспарлауды және кезең-кезең орындауды қажет етеді. Дұрыс технология сақтау жұманың сәттілігінің кепілі. Қолдану салалары және артықшылықтары. Химиялық бекіту әдістері тау-кен өндірісінің бөлек, тоннель құрылысы, топырақ тұрақтандыру сияқты көптеген салаларды кеңінен қолданылады. Тоннельдер мен шахталар қауіпсіздікті арттырып, құрылымның тұтастығын қамтамасыз етеді. Фундамент нығайту, ғимараттардың негізін тұрақтандыруға көмектеседі. Жер сілкінісі қаупі бар аймақтар жер асты құрылымдарын жер сілкінісінен қорғайды. Ықтимал қауіптер мен экологиялық аспектілер. Химиялық реагенттермен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау және қоршаған ортаға тигізетін әсерін ескеру өте маңызды. Қауіпсіздік шаралары, жеке қорғаныс құралдарын пайдалану, желдету жүйесін қамтамасыз ету, реагенттерді дұрыс сақтау. Экологиялық әсері, топырақ мен судың ластануы, биоәтүрлілікке ықпалы, қалдықтарды жою. Мысалдар және кейс-стадийлер. Нақты жобалар мен оқиғаларды қарастырып, химиялық бекіту әдістерінің тиімділігін және қолдануын жақсырақ түсінуге мүмкіндік береді. Тоннель құрылысы, таулы аймақтағы теміржол тоннелін нығайту. Ескі ғимараттарды қалпына келтіру, сыну мүмкін фундаменттерді нығайту. Болашақ даму бағыттары мен инновациялар. Химиялық бекіту саласында жаңа, экологиялық таза және тиімді материалдар мен әдістер іздеу жалғасуда. Экологиялық таза реагенттер, биологиялық ыдырайтын материалдар қолдану. Мониторинг жүйелері, процесті бақылау және бағалау. Автоматтандыру, роботтар мен дрондар арқылы инъекциялау. Наноматериалдар, бекітудің беріктігін арттыру. Қорытынды. Тау жыныстарының химиялық бекіту, инженерлік және экологиялық мәселелерді шешудегі маңызды құрал. Болашақта бұл технология одан әрі жетілдіріп, қолдану аясы кеңейе түседі.